Кейкі Көкембайұлы 1871 жылы, кейбір деректерде 1873 жылы деп те көрсетілген. Торғай уезінің Қайдауыл болысында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Нұрмағамбет, рутегі Құлан Қыпшақ. Жас күнінен көпшілікке араласа бермей оңаша жүргенді ұнатқандықтан жеңгелері оны Кейкі деп атап кеткен. Кейін бұл есім ел арасына кең тарап, тарихқа да Кейкі батыр атымен енді. Біз бала күнімізден Кейкі батырдың ерлігі мен өжеттігі туралы әңгімелерді естіп өстік. Торғай даласында әр шаңырақта қариялар Кейкі туралы аңыз әңгімелер айтып отыратын. Сондықтан оның бейнесі халық жадында әрдайым қаһарман ретінде сақталды. Алайда батырдың қазасына қатысты түрлі аңыздар да тараған. Бірі оны Шығыс Түркістанға өтіп кеткен десе, енді бірі Қызыл әскерден аман қалғанын айтқан. Мұның бәрі халықтың өз батырын өлімге қимаған көңілінен туған әңгімелер. Дегенмен тарихи ақиқатқа архив құжаттар арқылы ғана көз жеткізуге болады. Бұл жөнінде тарихшы Құрманғали Тәкенов былай дейді. Кейкіні Дудиннің отряды өлтірген. Бұл туралы Алматыдағы архивте нақты құжаттар сақталған. Тағы бір қате, Кейкінің қазасын бірде 1922 жылдың 29 наурызы, бірде 1923 жыл деп көрсету. Архив деректеріне сүйенген жөн, батырдың басы кесілініп алынып, Торғайда қалдырылмай әкетілгені де архивті құжаттарда жазылған. Қызыл әскердің жазалаушы жасағы Кейкі батырдың жақындарын да аяусыз қырғынға ұшыратқан. Батырдың басы мен екі қолы кесіліп алынған, жақындары қатыгездікпен өлтірілген. Бұл оқиғалар халық жадында орны толмас қасірет ретінде сақталған. Кейкі батырдың дүниеге келуі туралы да ел арасында аңыз бар. Анасы батырға аяғы ауыр кезінде қасқырдың жүрегіне жерік болған екен. Әкесі Көкембай аң аулап, қасқырдың жүрегін әкеліп берген деседі. Халық мұны болашақ батырдың ерекше жаратылысының белгісі ретінде қабылдаған. Кейкі батырдың сырт келбеті де өзгеше болған айтылады. Әсіресе көзінің өткірлігі туралы аңыз көп. Қариялар Нұрмағамбет батыр болып туған азамат. Оның жанарына жау түгілі досы да тіке қарай алмаған деп отыратын. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінде Кейкі батыр Амангелді Имановтың ең сенімді серіктерінің бірі болды. Ол мергендер жасағын басқарды. Ел ішінде содан бері Амангелдінің көзі мерген, Кейкінің қолы мерген деген қанатты сөз қалған.